Қадірлі жерлестер, мемлекеттік басқару саласында бақтарын сынайтын жастарды қолдауға арналған өңірлік кадр резервіне іріктеу бастау алады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мемлекеттік қызметші адам мемлекет үшін емес, мемлекет адам үшін деген қағиданы берік ұстануы тиіс деп, мемлекеттік қызметті жаңа адамдармен жасақтау керектігін айтқан еді. Қазақстанның болашағы мемлекеттік қызметтің мәртебесін арттырып, ел мүддесіне қызмет ете алатын кәсіби мамандардың қолында. Дана Мұхтардың абай жолын оқып, ойшыл шәкірімнің үш анығын көңілге тоқып, ұлы абай айтқан толық адам болуға ұмтылған біздің елдің азаматтары бұл бәйгеден шет қалмайды деп сенемін. Парасат пайымы келіскен, бар күш жігерімді халыққа қызмет етуге арнаймын деген жас әріптестерімді белсенділік танытуға шақырамын. Жүзден жүйрік шыққан жандармен жаңа Қазақстанды бірге қалыптастырайық.